Мәсіхшілік сенім, ақылға қонымды сенім. Әйтсе де мәсіхшілердің көбі осыны сезбейді. Мысалы, біреу былай деп жазыпты: мен оны дәлелдей алмаймын, бұл сенімнің мәселесі. Егер Құдай менің өмірімді өзгерткені сияқты сені де өзгерте алады дегенге жеткілікті сенімің бар болса, болды. Осының өзі де жеткілікті дәлел болып табылады. Ал сенбеуші былай деп жауап берді: мәселе сонда ғой, бір нәрсеге шын ниетіңмен сенсең болды. Дегенмен бұл мәсіхшілік сенімге толықтай қайшы. Менің зерттеуден үйренгенім: мәсіхшілікте сенім мен фактінің арасында, сенім мен шындықтың арасында үзілістерге жол берілмейді. Мәсіхтің құдайлық болмысының, оның өлімнен қайта тірілуінің және тағы басқа фактілері мен дәлелдері тарихта орын алмаған. Оқшауланған аңыз емес. Жоқ, бұл тарихтағы кез келген оқиға сияқты тарихи шындықтың бір түрі. Менің мәсіхшілікке көңілім толатын бір нәрсе: біріншіден, мәсіхшілік тексеріп зерттеуге ашық. Иса былай деген: сен кінәратсыз жұмысшы, Құдайдың шынайы сөзін дұрыс үйретуші ретінде оған ұнамды болуға жан сала ұмтыл. Екіншіден, мәсіхшілік бұрмалауға да ашық. Тек зерттеуге ғана емес, ол бұрмалауға да ашық. Басқаша айтқанда, егер ол шындық болмаса, шындық емес ретінде көрсетіледі. Бұның тарихтағы шындықты анықтаудың ең жақсы жолдарының бірі екенін байқап отырсыз ба? Егер ол дұрыс емес болса, оны бұрмалау мүмкін бе? Мен бүкіл әлемдегі университеттерде 250-ден астам пікірталас жүргізу мүмкіндігіне ие болдым. Және мен үнемі қарсыластарыма оларды ойландыратын үндеу тастап отырдым. Сіз менің айтып отырғанымды жоққа шығарғыңыз келе ме? Сізге істеу керек жалғыз нәрсе қайта тірілуді жоққа шығару. Тарихты негізге алып, қайта тірілудің ешқашан болмағанын дәлелдеп берсеңіз болды. Сонда мәсіхшілік сенімі толықтай құлдырайды. Немесе Мәсіхтің Құдайдың рухани ұлы емес екенін көрсетсеңіз, не киелі кітаптың шындық емес екенін, оның Құдайдың рухының жетелеуімен жазылмағандығын көрсетсеңіз, мәсіхшілік сенімі құлдырайды. Мәсіхшілік бұрмалауға да ашық. Мәсіхшілік сеніміне дәлелдер жеткілікті, бірақ ол түпкілікті қамтылған деп айта алмаймыз. Бұл жөнінде Жохан жазған ізгі хабардың 20-шы тарау 30-31 аяттарында айтылған. Иса шәкірттерінің көз алдында осы кітапта жазылмаған басқа да көптеген кереметтер істеді. Басқаша айтқанда, бұл аятта былай делінген: қараңыз, мұндағы ақпарат түпкілікті қамтылмаған. Иса өзінің құтқарушы Мәсіх Құдайдың рухани ұлы екенін дәлелдейтін көптеген нәрселер істеді. Бірақ ары қарай Құдай сөзінде былай делінген: ал жазылғандары Исаның құтқарушы Мәсіх Құдайдың рухани ұлы екендігіне сендер сенсін, әрі шынайы өмірге ие болсын деген мақсатпен жазылған. Сонымен ол не айтып отыр? Дәлелдемелер сарқылмайды, ал бізде бары Иса Мәсіхке құтқарушы әрі иеміз ретінде сенуге жеткілікті. Француздың ұлағат философы физик Паскаль мынадай бақылау жасаған: шындыққа қасарыспайтын кез келген адамды сендіруге дәлелдер жеткілікті. Бірақ аспан патшалығына келгісі келмейтін адамды әкелуге жеткілікті дәлел жоқ. Мәсіхшілік ақылға қонымды сенім.